Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай бауырдан жасалатын котлеттің рецептімен бөлісемін. Достар, менің арнама тіркеліп, менің еңбегімді бағалап кетіңіздер. Ең алдымен бізге бауырды турап аламыз. Бауырды тураймыз, және картопты тураймыз, және пиязды тураймыз. Барлығын блендермен өткізіп аласыздар. Міндетті түрде блендер емес, ет тартқышпен де өткізіп алсаңыздар болады. Және де айта кететін жағдай, біздің бауырымыз мысалы қара бауыр, әртүрлі бауырдан да жасауға болады. Енді достар, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сәбіз, сарымсақ қосып, оларды блендерден өткізсеңіздер болады. Міне достар, барлығын блендерден өткізіп езіп алдық. Енді оның үстіне сүтті құямыз. Оның үстіне сосын жұмыртқаны жарып саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, және де үйлеріңізде ескірген нан болатын болса, оны да жақсылап жібітіп алып қоссаңыздар болады. Дәміне қарай тұз, бұрыш, және паприка да салсаңыздар болады, зіре салсаңыздар болады, кориандр салсаңыздар болады. Өздеріңіз енді көресіздер оның дәміне қарай. Мен лавр жапырағын да езіп салдым. Міне достар, біздің котлетіміз дайын болды. Енді оған жаңағы айтып өткендей үйіңізде ескірген нанды суға жібітіп, оны да езіп котлетімізге қоссаңыздар, одан да дәм беретін болады. Оны да жақсылап араластырып, үстіне котлетіміздің салмасы қою болғанша ұн саласыздар. Міне достар, бізде осындай болып шығуы қажет. Енді оны қызып тұрған табада үстіне май құйып, әрбір қасықты бірден сала отырып пісіріп аламыз. Котлетіміз біздің шашырап кетпейді, еш уайымдамай сала берсеңіздер болады. Енді міне қарап отырсаңыздар, бетінен, біздің котлетіміздің бетінен тесіктер пайда бола бастады. Ол кезде уже аудару қажет деген сөз. Екі жағынан аударып, әдемілеп пісіріп ала бересіздер. Достар, менің рецептіммен жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Қонақтар, үй ішілеріңізде, отбасыларыңыздың мүшелерінің барлығы қуанатын болады. Балаларға да, үлкендерге де өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер достар. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.